География пәнін оқытуда жаңашылдық қажет. Себебі бұл отаншылдық пен елге деген сүйіспеншілікті арттырады. Осы мақсатта Түркістанда өткен республикалық география пәні мұғалімдерінің съезі ұйымдастырылды. Алқалы кеңеске келген ұстаздар Қазақстан географиясын мектепте оқытудың өзекті мәселелерін талқыға салды. Географиялық білім берудегі озық ой және заманауи көзқарас. География пәні мұғалімдерінің республикалық съезі осы тақырыпта мәселе көтерді. Бұл жиынға 17 өңірден 400-ге тарта өкіл қатысты. Соның ішінде мектеп мұғалімдері мен университеттің докторлары бар. Олар өзара ортақ мәселелерді талқылап, география ғылымын дамыту жөнінде пікір бөлісті. Біздің мұғалімдердің талқылаған тақырыбы ол география пәнінің өзінің рөлі. Осы мектептегі баладағы оның өзінің бұл мамандар біледі, географияның өзі іштей бөлінеді, экономикалық география болады, кәсіби география бар. Осының барлығының жалпы оқыту сапасы туралы, соның ішінде өте үлкен сұрақ туғызған көп мәселенің бірі ол география оқулығының сапасы туралы болды. География пәні Қазақстан тарихы сияқты білімді жастарды тәрбиелейді. Өз еліміздің табиғатын, ұлттық құндылықтарды сақтауға географияның да алар орны бар. Сондықтан да осы басқосуда біздің назар аударғанымыз қазіргі білім саласындағы жетістіктерді анықтай отырып, оның осал тұстарын, оны қалай түзету керек, соның механизмдерін саралап талдау барысында білім министрлігі және ұлттық білім академиясы алдында тұрған үлкен бір міндеттерді шешеді деген ойдамын. Педагогтар кеңесінде орта мектепте географияны оқыту мазмұны талқыланды. Білім алушылардың оқу жетістігін бағалаудың проблемалары талданды. Орын алып отырған мәселелерді шешу жөнінде ұсыныстар берілді. Республикада география пәні мұғалімдерін даярлау мен кәсіби біліктілігін арттыру жөнінде тың идеялар айтылды. Нұрмахан Кенжехан, Бекзат Мұратұлы, Әділет ақпарат, Түркістаннан.